Оқушылар, бүгін сіздермен деректер типтері туралы тақырып өтетін боламыз. Кестенің ұяшықтарына деректердің 3 типінің біреуін ғана енгізе аламыз. Ол сан, яғни қандай да бір ұяшыққа сан жаза аламыз. Екінші формула міндетті теңдік белгісімен басталады. Одан кейін үшінші типіміз бізде мәтін, яғни апострофтан басталатын кез келген апострофтан басталса, немесе кез келген латын, орыс және қазақ тіліндегі шрифттерді пайдалана отырып, әріптерді пайдалана отырып, біз мәтін жазамыз. Яғни біз 3 типпен жұмыс жасай аламыз ұяшықтарда. Автотолтырудың қызметі кестені сандармен толтыруға, формулаларды автоматты қолдану мен есеп жүргізуге өте ыңғайлы функция болып табылады. Яғни автотолтырудың 3 жағдай бар. Біріншісі, мысалы, 1 деген санды жазып, автотолтыру арқылы төмен қарай түсетін болса, барлық біздің цифрымыз бірге, ұяшықтарымыз бірге айналатын бар. Екінші жолы, қарапайым ғана 1-ді жазып, автотолтыру, яғни ұяшықты белгілеген кезде төменгі жағында қара түп-түпкіш пайда болады, плюс таңбасы пайда болған кезде төмен қарай тарту арқылы, яғни мышқының сол жағын басып отырып төмен қарай тарту арқылы және пайда болған терезеден заполнитті таңдаса, біздің ұяшықтарымыз рет-ретімен санға толатын болады. Бұл екінші жолы. Үшінші жолы, қарапайым ғана тақсандарды автотолтыру арқылы жүзеге асырғымыз келсе, 1-ді жазамыз. Бірінші, екінші ұяшығымызға теңдік белгісін салып, 1 деген ұяшықты белгілеп қосамыз. 2-ге Enter басса, 3 деген сан шықты. Осыдан автотолтыру арқылы жүзеге асыратын болса, қалған сандарымызды бізде тақ сан ретінде көрсете аламыз. Ал жұп санды анықтау үшін, яғни біздің жұп санымыз, алғашқы жұп санымыз 2 болғандықтан 2-ні жазамыз. Теңдік белгісін қою арқылы 2 санын белгілеп қосамыз. 2-ге, яғни жұп санды анықтау үшін, яғни 4 саны шықты. Дұрыс. Осыны автотолтыру арқылы жүзеге асырып, біз жұп сандарды анықтай алады екенбіз. Ары қарай тағы да түсіндіріп өтетін болсақ, мысалы, январь 12 ай ретімен жазылған кезде біз автотолтыру арқылы қалған айларды автоматты түрде шығара аламыз. Январь айын жазып алып, төмен қарай тартсақ, қалған біздің 12 айымыз автоматты түрде шығатын болады. Күнделікті қолданатын апта күндерін алайық, ол үшін понедельник деп жазып, төмен қарай тартатын болсақ, немесе қапталға қалған аптаның 7 күні бізге автоматты түрде шығатын болады. Сонымен қатар бізде автотолтыруды ондық жүйесінде де енгізуге болады. Мысалы, 10 деген санды алып, келесі ұяшыққа теңдік белгісін қойып, 10-ды 10-ға қосу арқылы қалған ондықтарды анықтай аламыз. Яғни 20, 30, 40 деген сияқты. Соны автоматты түрде жүзеге асыруымызға болады. Бірлікпен жұмыс жасайтын болсақ, мысалы, 20 санын алып, келесіге 5 бірлік қосып отыратын болсақ, теңдік белгісін аламыз, 20-ны белгілеп аламыз да, плюс 5. Яғни келесі сандарымыз 25, 30, 35 болып өтетін болады. Осы берілген сандарға көбейтуді орындайтын болсақ, көбейту амалымен теңдік белгісін аламыз. N18 ұяшықты белгілейміз де көбейтеміз. O18 ұяшыққа Enter батырмасын басқаннан кейін бізді ұяшықтарды бір-біріне көбейтіп, автотолтыру арқылы басқа ұяшықтардың көбейтмесін алатын боламыз. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын.